Қайырлы күн, құрметті көрермендер және оқушылар. Жай бөлшектер тақырыбының 5-ші сабағына келдік. Бүгінгі сабақта жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту және бөлу тақырыбы. Бірінші қарастыратын тақырыбымыз бөлшектерді натурал сан көбейту. Бөлшектерді натурал сан көбейту үшін бөлшектің алымын натурал санға көбейтіп, нәтижесін алым етіп жазып, бөлімін өзін қалдыру керек дейді. Енді қарайық, 3 пен 7-ні көбейтсек 21, бөлімі өзгермейді. 10-дан 21. Келесі мысал, 4 пен 3-ті көбейтеміз 12, сонда 25-тен 12. Ереже бойынша негізі бөлшектің бөлімі жазылады. Енді барлық осы бөлшек пен натурал санды көбейткенде асықпау керек. Бірінші қысқаратын бар ма? Мысалы, мына жерде 4-тің астында көрінбейтін бір бар, мынау алымы болып тұр, мынау бөлімі болып тұр. 4 пен 8 қысқарады. Мысалы, бүйтіп жазсам болады. 8-ден 5 көбейту 4. Осы 8 пен 4 қысқарады. Екеуінде 4-ке қысқартамыз. Мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда жауабы 5-тен 2 болады. Осылай бірден қысқартуға, бірден көбейтіп жүруге асықпау керек. Бірінші қысқаратындар болса қарап аламыз. Енді натурал сандар мен аралас сандар көбейтсе қалай болады? Мұны аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 3 пен 4-ті көбейтеміз, оған 1-ді қосамыз. Сонда бұл 4-тен 13 көбейту 8. Бұл жерде 8 пен 4 қысқарады, бірден қысқартып жіберсек болады. Мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. 13 пен 2-ні көбейтсем 26. Келесі мысал, мынаны бұрыс бөлшекке айналдырайын. 3-тен 16 көбейту 6. 6 мен 3 қысқарады, мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. 2 мен 16-ны көбейтсем 32. Келесі 8 көбейту, мынаны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2-ден 7. 8 пен 2 қысқарады, мұнда 4 қалады. 4 пен 7-ні көбейтсем 28. Осылай өте жеңіл. Бөлшектерді көбейту, бөлу деген өте жеңіл. Енді бөлшекті бөлшекке көбейту үшін істейміз. Енді қараңдар, бөлшекті бөлшекке көбейту үшін алым мен алымын, бөлім мен бөлімді көбейте саламыз. Негізгі ереже бойынша, ал бірақ бірден бас салып көбейтуге асықпау керек. Мына жерде қысқаратындар бар ма? Мысалы, 4 пен 2 қысқарады. Екеуінде 2-ге қысқарту болады. Мұнда 1 қалады, мұнда 2 қалады. Сонда 2 мен 3-ті көбейтсем 6, үстінде 1 қалады, 6-дан 1. Екінші мысал, қысқаратын 2 мен 4, мұнда 2 қалады, мұнда 1 қалады. Сонда бұл 9-дан 2. Мына жерде 3 пен 3 қысқарады, 8 пен 2 қысқарады. 3 пен 3-ті қысқартқан 1, 8 пен 2-ні қысқартқанда 4-тен 1 қалады. Келесі, мына жерде 8 пен 12-ні қысқарту болады. Екеуінде 4-ке қысқартсам, мынада 2 қалады, мынада 3 қалады. 3 пен 9-ды көбейтем 27, 2 мен 5-ті көбейтсем 10 болды. Келесі, аралас сандарды көбейту үшін аралас сандарды бұрыс бөлшек түрінде жазып, бөлшекті бөлшекке көбейту керек дейді. Екеуінде бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 2 мен 3-ті көбейтіп, оған 1-ді қоссақ, 3-тен 7, оған көбейтем 5-тен 6. Мына жерде қысқаратындар бар ма? 6 мен 3 қысқарады. Мұнаған 2 қалады. Сонда бұл 5-тен 14. Бұны енді аралас санға қайтып айналдырып жүруге болады. Келесі, 9-дан 2-ні көбейтсек 18, оған 7-ні қоссақ 25 көбейту. Бұл 5-тен 15, 18. Сонда 5 пен 25 қысқартамыз. Мұнда 5 қалады, мұнда 1. 18 пен 9, мұнда 2, мұнда 1. Мұнда бөлімінде 1, алымында 10. Бөлімін тастап кетсек болады. Келесі, 2 мен 2-ні көбейтсек 4, оған 1-ді қоссам 5, сонда 2-ден 5 көбейту. Бұл 5-тен 8. 5 пен 5-ті қысқартамыз, 8 пен 2-ні қысқартамыз. Мұнда 4, мұнда 1. Жауабы 4. Келесі мысал, 9-дан
27, оған 7-ні қоссақ 34. Көбейту 17, алымда 18. 17 мен 34 қысқарады 2, 18 мен 9 қысқарады 2. Жауабы 4. Өзара кері сандар. Кері сандарды көбейткен кезде тең болады 1-ге. Мысалы 3 пен 2, 3-тен 2 көбейту 2-ден 3. 2 мен 2 қысқарады, 3 пен 3 қысқарады. Онда тең болады 1-ге. Мына жерде 7 мен 7 қысқарады, 4 пен 4 қысқарады. Бұл тең болады 1-ге. Мына жерде мен кері сан емес, басқа санын қойып болады. Келесі 7 мен 7, 10 мен 10. Сонда мына жерде түсінетініміз кері сан дегеніміз 10-нан 7, 7-тен 10. Алымда тұрған сан бөлімде, бөлімде тұрған сан алымда тұрған. Мынау уже кері сан емес. Бұл тең болады 1-ге. Келесі мысал аралас сан болса. Мына аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Сол кезде мысал қараңдар. 2 мен 3-ті көбейтеміз, оған 1-ді қоссақ 3-тен 7 көбейту 7-ден 3. Бұл тең болады 1-ге. Өйткені бұл бір-біріне кері сан. Мынада 2-ден 11 көбейту 11-ден 2. Бұл тең болады 1-ге. Келесі 5-тен 8 көбейту 8-ден 3. Бұл жерде бір-біріне бұл кері сан емес. Сондықтан бұл 1-ге тең болмайды. Бізді қателестіру үшін беріп тұр. Бұл 1-ге тең деп жазып жіберу мүмкін деп мысалы. Бұл 5-тен 3. Бұл бір-біріне кері сан емес. Енді келесі жай бөлшекке бөлу үшін бөлінгіш бөлшекке кері сан көбейту керек дейді. Мысалы қараңдар. Мынау натурал сан, мынау жай бөлшек. Бірінші натурал сан мен жай бөлшек қарастырайын. 4-ті жазып қоямын. Бірінші тұрған сан, бұл бөлшек болсын, натурал сан болсын, бірінші тұрған сан бұл өзгермейді. Екіншісін кері санға айналдырамыз. 8-де 3-тің кері саны 3-тен 8 ғой. Көбейту керек дейді еще. 3-тен 8-ге көбейту керек. Сонда бұл 3-тен 8 мен 4-ті көбейтсек 32. 3-тен 32. Түсінікті ма? Мына жерде де солай. 5 көбейту 5-ті өзгертпейміз. Келесі тұрған бөлшекті кері санға айналдырамыз. 5-тен 7. Енді бұл жерде 5 пен 5 қысқарады. Мына жерге 7 жаза саламыз. Келесі 2,7-тен 1. Бұл 7-тен 15. Келесі тұрған сан бізде натурал сан. Натурал санның кері саны, мысалы мына астында көрінбейтін 1 бар. Бұл барады 15-тен 1 болады. 15 пен 15 қысқарады. Сонда бұл 7-ден 1. Келесі. Мынаны бұрыс бөлшекке айналдырсақ 9-дан 16. Мынаның астында көрінбейтін 1 бар. Бұл 1-ден 8. Бұның кері саны 8-ден 1. Кері бөлшек. Сонда 8 пен 16 қысқарады. Мынаған 2. Бұл 9-дан 2. Келесі жай бөлшекке бөлу үшін. Бұл да манағыдай 3-тен 1 өзгермейді. Бірінші тұрған сан, естерінде болсын. Бірінші тұрған сан, бөлшек болсын, натурал сан болсын, бұл ешқашанда өзгермейді. Екінші тұрған сан өзгереді. Екінші сан 9-да 1-дің кері саны 1-ден 9. Бұл 9 бен 3 қысқарады. Сонда бұл 3 болады. Жауабы 3. Өйткені астында бөлімде 1 бөлім жазбай қоюға болады. Екінші 8-ден 3 көбейту 1-ден 2. 2 мен 8 қысқарады 4. Сонда бұл 4-ден 3. Келесі 9-дан 4 көбейту 8-ден 9. 8 мен 4 қысқарады 2. Онда 1. Сонда бұл 2-ден 1. Келесі 12-ден 1 көбейту 1-ден 6. 12 мен 6 қысқарады 2. Ол 2-ден 1 болады екен. Келесі аралас сандарды бөлу үшін оларды бұрыш бөлшекке келтіріп алып, бөлшекті бөлшекке бөлу ережесін қолдану керек. Бірінші екеуінде бұрыш бөлшекке келтіріп алайық. Бірінші мысал 3,5-тен 1-ді мен 1-ден жазайын. Бұл 5-тен 16. Солай ма? Бөлу. Мынау 15-тен 32. 5-ті 2 көбейтеміз 30, оған
2 болса 30, 32. Так, 5-тен 16 көбейту 32-ден 15. 32 мен 16 қысқарады, мынаған 2, 15 пен 5 қысқарады, мынаған 3. Ана екеуіне 1-ден. Сонда бұл 2-ден 3. Келесі, екінші мысал. Бұны бұрыс бөлшекке айналдырайын. 8-ден 15 көбейту, бөлу жаза тұрайын, бөлу деп 6-дан 25. Бұнда бұл 8-ден 15 көбейту 25-ден 8. 25 пен 15 3-ке қысқарады, 5-ке қысқарады, мынаған 5 қалады, мынаған 3 қалады. 8 пен 8 кетеді. Жоқ, мына 6 екен ғой, ойбай. Мына 6. 6 мен 8 екеуін 2-ке қысқартамыз, мынаған 3 қалады, мынаған 4 қалады. Сонда бұл 20-дан 9. Келесі үшінші мысал. Мынау 6,2-ден 1 дегеніміз 2-ден 13 бөлу. Мынау 7-ден 13. Сонда бұл 2-ден 13 көбейту 13-ден 7. 13 пен 13 қысқарады. 2 мен 7 қысқармайды. Қысқармаса солай жаза саламыз. Келесі. 3-ден 20. Мына 4-ші есеп. Бөлу 9-дан 18, 25. Бұл 3-ден 20 жазып қойайын. Көбейту 25-ден 9. 9 бен 3 қысқарады. Мұнда 3. 2 5-ке қысқарады. Мұнда 4. Мұнда 5. Бұл 5-ден 12. Бұны қайттан араластан айналдырып жүрсек болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Қабдеш Жамбыл. Бізбен бірге болыңыздар. Бұдан да қызықты, бұдан да жақсы есептер түсіреміз. Көріскенше.